Ассаламу алейкум, құрметлі тамаша көйлер. Бүгінгі карантин жағдайына бола сіздерді музейімізбенен онлайн тәрізде таныстырмақшымыз. Қарақалпақша кесте тігу өнері халық шеберлігінің ажайып үлгілеріне ие. Ата-бабамыздан бізге мирас болып, бүгінгі күнге шекем біраз өзгерістерге ұшыраған болса да, милилігіміз сақланған қыз-келіншектеріміздің кестелі киімдері біздің халқымыздың қол өнерінің жүзде жоғары дәрежеде рауажланғанынан дерек береді. Әдетте хаял қызлардың той мерекеге киетін киімдері, сондай-ақ тұрмыста пайдаланатын бір қатар бұйымдар кестеленген. Солардың арасындағы ең сәнлі етіп кестеленетіні көркемлігі һәм тарихи эстетикалық ахметі бойынша жүдә бақалысы бұл қыз-келіншектеріміз үшін көк көйлек, қызыл кимешек, жеңсе һәм жең ұшлар болатын болса, жасы үлкен апаларымыз үшін бұл кестелі ақ көйлек, ақ кимешек һәм ақ жегде болған. Хаялдың жасы 40-тан өткеннен соң, олардың киетін киімлерінің реңі һәм тағатығын безену бұйымларының түрлері өзгерген. Яғни айтқанда, хайкелдің орнына тұмарша, шашақлы сырғаның орнына бүршіклі сырға, қаслы білезіктің орнына құйма, ямаса жалпақ білезік тағады. Ал киімлерден болса, қызыл кимешектің орнына ақ кимешек, қызыл жіпек жегденің орнына ақ жегде һәм тағы да басқалары болып, яғни айтқанда, олардың киімлерінің реңі қызыл реңнен ақ реңге өзгерген. Бұл халықтың этикалық, эстетикалық һәм жәмиетлік өмірінің белгісі десек болады. Себебі адам өмірінің гүллеуі һәм соңынан солғын тарту өмір басқышлары арқалы берілуі эстетикалық жағдайға айланған. Яғни айтқанда, ақ рең бұл сол ақыл парасаттың, кәдқұдашылықтың һәм сондай-ақ тұрмыстан топланған тәжірибесінің белгісі болып есептелінеді. Бүгін біз сізбенен сөз етпекші болған үлкен жастағы хаяллардың киімдеріне ақ жегде, ақ кимешек, ақ көйлек, ақ түрме, ұзын һәм келте бешпентлер кіреді. Бұл жерде көріп тұрғаныңыз ақ кимешек алды. Ақ кимешекте қызыл кимешекке ұсас болып, ондағы айырмашылығы ақ кимешектің тек алды өңірі кестеленеді. Ақ кимешектің ірі нағыслары ромб, атанақ, түйетабан тағы да басқалар болып, ол екі тәрептен майда ғаз мойын нағысларменен жиекленеді. Ақ кимешекті кемпір апаларымыз өмірінің ақырына шекем сақлап қойған һәм өздерінен кейін оны мирас етіп қалдырған. Кейінгі витринада көріп тұрғаныңыз ақ жегде деп айтылады. Ақ жегде бұл кайуаны хаяллардың һәм үлкен жастағы кемпір апаларымыздың басына жамылатын киім болып, ол қолдан тоқылған ақ көзден тігіледі. Жағасы барлық жері толығымен ірі һәм сирек кестеленеді. Етек беті кең етіп, жөн пішу ұсылында тігіледі. Қызыл жіпек жегде сияқлы бұны да кимей, тек басына жамылып жүретін болған. Үлкен жастағы кемпір апаларымыз үшін бұл ақ жегде жүдә қадірлі киім болып, бұндағы нағыслар жас өзгешелігіне қарап кестеленген. Яғни айтатығым болсақ, не көріп тұрғаныңыздай қошқар мүйіз, бауырсақ гүл, кереге көз, ғарға тұяқ кібі нағыслар менен кестеленген. Айрым үлкен жастағы апаларымыздың берген мағлұматлары бойынша, жүдә қартайған мәпілік мама кемпірлердің жегделеріне ешқандай нағыз салынбай, тек қана жек тігілетін болған. Ал жасы үлкен апаларымыздың көйлеклерін айтатығым болсақ, көйлеклері көбінесе сары һәм ақшыл сары реңнен тігілетін болған. Қызыл көйлек, қызыл реңлі көйлек киген жасы үлкен апаларымыздың жүдә қатаң сынға алынып ерсі көретін болған.
Жағасы енсіз етіп басқа тауардан әдіпленген. Жеңлері болса қолларының ұшын жаба тұғын дәрежеде ұзын болған. Жасы үлкен ер адамдармен сәлемдескен уақытта жеңінің сырты менен қол алысқан. Көйлеклердің әммесі ұзын етіп тігілгендіктен оны белбеу менен буып қойған. Белбеу орнына кейде бір қос орамал пайдаланған. Себебі бұл біріншіден белді бекем етіп тұрса, екіншіден бұл сол киімді жинақлы етіп тартыңқырап тұрған. Енді хаяларымыз жаз айларында егін тәрбиясы, мал шаруашылығы менен шұғылланса, қыс айларында сол ұршық иіріп, бөз тоқу менен бәрхама үйлерінде істелеген. Жұмыс істелеген уақытлары сол ұзын жеңлерін түріп қойған. Айрым уақытлары қыдырғанда, той мерекелерге барғанда киімлерді қабатлап та киген. Бұндай бірнеше қабат киімлердің киілуі бұл байлықтың белгісі есептелінген. Енді әлбетте бұл сол уақытлары халықтың материалдық жағдайына байланысты әркім тапқанын киіп жасаған. Бұл жерде көріп тұрғаныңыз сары көйлек. Сары көйлек бұл милли киім есептелінбайды. Бұл киімнің иесі Қалжанова Ұлбосын апа деген апамыз. Оның әкесі Қалжан Ақын деген кісі Хорезм медресесінде оқыған. Бұл кезлемені сол сауға сыпатында алып келген. Ұлбосын апамыз бұдан көйлектік киген һәм кейін ала аяқ асты болмасын деп музейімізге әкеліп тапсырған. Бұнда сіз араб үмлясындағы ескі өзбек жазуларын көруіңізге болады. Жоғарыда айтып өткеніміздей, жасы үлкен хаяларымыздың киімлері менен бірге олардың бас орауларының реңі де өзгерген. Бұл жерде көріп тұрғаныңыз мінекей ақ түрме. Ақ түрме бұл жібектен істелген, екі шетінде шашағы бар. Оның қасында көріп тұрғаныңыз шатраш түрме болып, ол ала бөзден істелінеді. Кемпір апаларымыз бұл түрмелерді араластырып басын ораған, һәм қарағанда бір қатар шатраш, бір қатар ақ түрме болып шырайлы көрініп, олардың көркіне жүдә бір көрк қосып тұрған. Бұл бас ораудың сыртынан өрейпек һәм ямаса жаулық жамылған. Міне бүгін біз сөз еткен киімлер Қарақалпақ халқының өзіне тән миллилігін көрсететін хақиқи белгілерінің бірі десек болады. Бұлардың сонша асырлер давамында сақланып, біздің күнге жетіп келуінің өзі бұл біздің миллилігімізге бейпаруа болмай, келешек әулетқа жеткеріп беруіміз керек екенлігінен дерек береді.